Қыздар, балалық шақтағы мини пиццаны жасап көрейік. Ендеше видеоның соңына дейін көріңіздер. Рецепті описание жазып қоямын. Ендеше бастайық. Алдымен жылы сүтімізді, жылы суымызды, одан кейін қантымызды, тұзымызды және дрожжимізді саламыз. Және тұзы ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, жаймен салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қыздар, бұның қамыры бауырсақтың қамыры сияқты жұмсақ болу керек, қатты болса көтерілмей қалады. Енді қамырымыздың бетін пакетикпен жауып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа жауып қоямыз. Міне қамырымыз өте әдемі болып көтерілді. Енді мен оны екіге бөліп алдым. Бір бөлігін қазір пісірем, бір бөлігін артынан пісірем деп алып қойдым. Сіздер әрине барлық қамырды қолдансаңыздар болады. Егер адам көп болса, менде үйде 1-2 адам болғаннан кейін азырақ жасадым. Енді жұмсақ қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Қыздар, қамырдың беті ашық тұрса қатып қалады, сол үшін бетін жауып қоямыз. Енді қамырымызды қатты қалың қылмай, қатты жұқа қылмай, орташа көлемде жайып алатын боламыз. Егер де қытырлақ қамырды ұнатсаңыз, қамырыңызды жұқалап жаясыздар. Ал егер жұмсақ қамыр қаласаңыз, сәл қалыңдау қылып жаясыздар. Қыздар, балаларға бір жеуге ыңғайлы болсын десеңіз, қамырды бұдан да кішкентай қылып жайсаңыздар болады. Сол кезде көбірек шығады. Мен қатты кішкентай емес, орташа қылып жайдым. Начинкасын салып болғаннан кейін жұмыртқаны жаққанға ыңғайсыздау, сол үшін алдын ала жұмыртқаны жағып алдым. Майонез бен кетчупты араластырып, үстіне жағып қоямын. Енді салмасын саламыз. Кез келген салманы салсаңыздар да болады. Мен негізі бағана соленый огурцы қосам деп ойлағам. Оны мен тұрып қалған сияқты иіс шықты да, одан кейін қоспадым. Қыздар, міндетті түрде свежий көкөністерді қосуға тырысыңыздар. Сол кезде кислый дәм шықпайды. Піскен жұмыртқаны, піскен тауықты, піскен фаршты да салып пісірсеңіздер де болады. Қыздар, өте дәмді шығады. Мен үстіне осылай күнжіт сеуіп алдым. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 15 минутте салып аламыз. Одан кейін сырымызды салып, тағы да 5-10 минутқа салып алатын боламыз. Қыздар, сырды бірден салсаңыздар да болады. Мен өзім солай пісуге жақын қалған кезде, 5 минут қалған кезде салуды жөн көрдім. Сол кезде сырдың түсі күймей, әдемі болып шығады. Ас болсын қыздар, видеоны қолдауды ұмытпайық.